Және қайталап айтамыз, бауырлар, еліміз тыныш, жұртымыз аман. Мен қазір бір нәрседен қорқам. Өйткені уақытында салафиттер көп болған кезде, басында аз болды олар. Аз болған кезде олардың ауыз бірліктері күшейіп кетті. Кейін көбейді олар. Салафиттер көбейді. Бүткіл өңірлерде бар. Сол кезде олардың ішіне фитна түсті. Біреу матхалит болды, біреу сурурит болды, біреу тағы бірдеңе болды. Бөлініп бір-бірін мойындамай сондайға өтті. Мен кейде ойлаймын, қазір байқаймын, ханафи жамағаттар көбейіп келатыр. Саны көбейіп келатыр. Бірақ екінші қорқатыны болашақта бізде бөлініп кетемін бе деп қорқамын. Ерсіннің жамағаты, Батыржанның жамағаты, Сансызбай ұстаздың жамағаты, Арман Қуанышбаевтың жамағаты, анаяқта Чубақ қажының жамағаты пайда болып отыр қазір елде. Чубақтың жамағаты, тағы кім бар? Сондай бола ма деп қорқамын. Құрметті момындар, ондай жамағатқа жол болмайсың ешқашан. Біздің елімізде ертең қияметте сұралатын мамандар бар. Кім ол? Діннен, Құдайдың алдында кім сұралады елден? Кім? Бас муфти сұралады. Бас муфтиға Алла қуат берсін, ертең Алланың алдында Қазақстан бойынша сұралады. Дін мәселесінен. Сол муфтидің қол астында жүрген өкіл имамдар, наиб муфтилар, бас имамдар, мешіт қызметкерлері, бұйрықпен істеп жатқан мамандар бар. Солар сұралады. Мамандар айтып жатыр, бауырлар қойыңыздар, міне пәтуа шығып жатыр, осымен жүріңіздер деп айтып жатыр. Егер халық тыңдамайтын болса, Құдайдың алдында имамдар құтылады онда. Алла, сен көрдің ғой, біз айттық оларға, тыңдамады өздері. Біреу Чубақ деп кетіп қалды, біреу анақта Елмир Кулиев деп кетіп қалды, біреу Ділмұрат деп кетіп қалды. Өздері тыңдаған жоқ деп имамдар құтылып кетеді. Халық жауап береді. Ал халық бір ымыраға келетін болса, онда имамдар жауап береді. Не үшін сөйтіп айтқанын, не үшін сондай деп пәтуа шығарғандар үшін. Бауырлар, дұрыс вариант басшының айтқанымен жүре салу. Бұл Құдайдың бұйрығы, бұл Пайғамбар алейхиссаламның бұйрығы. Араларынан шыққан басшыға не істеңдер деді? Бойынсыңдар. Неге айтып жатырмын? Өткен жақында ғана 22 наурызды не істедік? Тойладыңыздар ма өзі? Бір жерлерде тойланбады осы. Ханафи мазхабының ішінде фитна шықты қазір. 22 наурызды тойлауға болмайды екен. Харам екен дейді. Оны қайдан алдыңыздар десе, Чубақ қажы айтты дейді. Кім айтты дейді? Чубақ қажы. Кім ол Чубақ қажы деген? Қырғызстанның екс муфтиі. Сөйтіп пәтуа шығарды. Сол қалай болды деп жамағаттар, ханафи мазхабындағы жамағаттар осыны сұрақ қойды. Бауырлар, ашық айтамыз, Чубақ қажы бұл мұсылман бауырымыз. Қырғыз мемлекетінде дінге қызмет қылып жүрген азамат ретінде ол кісіні танимыз. Бірақ сол кісінің сөзі біздің елге жүрмейді. Егер керек болса, Чубақ қажыны қазір өшеге отырғызып қойып, біздің муфтиятта оған сабақ бере алатын мамандар елге келді. Чубақ қажыға сабақ беретін мамандар бізде бар қазір. Альхамдулилля. Бірақ ол кісінің сөзі бізге не істелмейді? Жүрмейді. Өйткені ал-иштихад вал фатава ятағайыр бил маккан вал заман деген мәселе бар. Пәтуа мекен заманға қарай өзгереді. Демек, олардың мекені басқа екен, біздің мекен басқа екен. Біздің елдегі қабылданып жатқан пәтуа Қырғызстанға жүрмейді, Саудияға жүрмейді, Турцияға жүрмейді. Ол жақтағы пәтуаларды бізге жүрмейді. Өйткені не басқа? Мекен басқа. Уабил заман, заманға қарай да пәтуа өзгереді екен. Мына Батыржан имамға Алла қуат берсін, бауырлар, біздің елімізде ғұламалар кеңесінің мүшесі осы кісі. Ойламаңыздар, не бір мықты мамандар қазір елге келді, соның бірі сіздерге нәсіп етті. Әуелі Алла екінші осы кісінің тіке ықпалымен бүгін осы жерде бас қосуға себепкер болды. Бауырлар, дуада болайық, иншалла көмекші болыңыздар. Осы мамандар елдің жағдайына қарай тарихы ескеріледі, мәдениет ескеріледі, бәрі ескеріле отырып, Құран сүннетке сәйкес сеніп пәтуа шығарады. Бүгінгі шығарған пәтуалары тағы бір 20 жылдан кейін жарамай қалуы мүмкін. Өйткені ятағайыр бил заман деп жатыр. Заманға қарай да пәтуа өзгереді екен. 20 жылдан кейін қазір күніге жаңалық шығып жатыр ғой. Бүгінгі шығарған пәтуасына болашақта тағы өзгеріс жасауы мүмкін бар. Неге? Заман өзгеріп кетті. Бір мемлекеттің ішінде тұрып жатқан мәселенің өзі өзгереді екен, бауырлар. Біздің шариғатымыз осындай кең дінге құрылған мәселе.
және қайталап айтамыз бауырлар, еліміз